Ақмола облысы Целиноград ауданы Арайлы ауылы Астана қаласынан 30 шақырым жерде орналасқан жерде тұрамын. Жалпы ауыл туралы толық ақпаратты алу үшін ауыл әкімшілігіне барып сұхбаттасуды жөн көрдім. Сәлеметсіздер, мен Төлеубеке газетімен тілдесуге келдім. Сәлеметсіз. Бірнеше сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймын. Жақсы. Арайлы ауылының тұрғындары саны қанша? Бізде Арайлы ауыл округі бойынша 5200 халық саны бар. Оның ішінде Арайлыда 2595 тұрғын тұрып жатыр қазіргі уақытта. Аула саны қанша? Арайлы ауылымызда 612 аула саны бар. Жалпы ауыл тұрғындарын ауылдың тазалығына үлес қосу қаншалықты деп ойлайсыз? Үлес қосуы жалпы бірдей, барлығы үлес қосуда. Ауылымызда жеке шаруашылық жұмыс жасайды. Сол шаруашылықпен барлығы келісім шартқа отырған арнайы. Әр аула өз тұрмыстық қатты қалдықтарды есігінің алдына шығарып дайындап қояды, арнайы олар техникалармен әкетіп отырады уақытысында барлығын. Жалпы барлығы ауыл тұрғындары үлес қосылған барлығы. Егер де үлес қосылмаған ешқандай нетпеген кісілер болса, біз олармен әкімшілік тарапынан өзімізден ескерту қағазын таратамыз. Ескерту қағазын апару арқылы уақыт береміз, сосын сол өздері шығарып отырады. Тазалықты сақтау, табиғатты қорғау сияқты мәселелерді шешуде саналы түрде өз үлестерін қосатынын байқайсыздар ма? Иә, байқаймыз. Өйткені біз сенбіліктер өткізіп отырамыз, бейсенбіліктер өткізіп отырамыз. Өз еркімен келіп, үлес қосатын тұрғындарымыз бар. Жетерлік ондай кісілер өз тараптарынан келіп, қоршаған ортаға зиян тигізбеу үшін барлығы атсалысып, барлығы көмектесіп отырады. Тұрмыстық қатты қалдықтар шығаруда қиыншылықтар бар ма? Қиыншылықтар болғанда ол арнайы жеке шаруашылық айналысқаннан кейін ешқандай қиындық тудырмайды. Олар әр нәрсе өз уақытында кетіп отырады. Әр тұрғын келісім шартқа отырғаннан кейін әр аула олар өздері алып кетіп отырады уақытысында. Олар уақытылы. Тұрмыстық қатты қалдықтарға немқұрайлы қарайтын адамдарға қандай іс-шаралар қолданылады? Біз басында айтып өткендей, өз тарапымыздан ескерту қағазына барамыз. 3 күн уақыт береміз кісіге, әр аула тұрғындарына. 3 күн ішінде кісілер өзі алуға міндетті болады. Сіздің ойыңызша ауылда болашақта қалай көресіз? Экологиялық жағдайы қандай болады деп ойлайсыз? Және қандай жоспарлар бар? Ауылымыз енді жақсы қарқынды дамып келе жатыр. Егер әр тұрғын, әр аула, әр адам өзіне тазалықты бастайтын болса, сезінетін болса, ауылымыз одан әрі көркейе береді. Осы жеке шаруашылық жұмыстары енді осы 1-2 жылдан бері жұмыс жасап жатыр округімізде. Одан әрі қарай дамиды деп ойлаймыз жұмыстарын. Әр адам жеке өзінің санасына байланысты болады деп ойлаймын барлығы. Қаншама жоспарлар бар, енді оны алда көре жатамыз. Ауылдың қоқысы қайда жиналады? Ауылдың қоқысы осы біздің Арайлы көлемінде сырт жақта 6 гектар жер берілген арнайы. Осы жауапкершілігі шектеулі серіктестікке барлық қоқыстардың бәрі сол жерге тасып шығарылады. Егер де толық қоқыс жайында ақпарат білгіңіз келсе, ол Генпатриот 01 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Алпысов Сәбит Жахимовичке сұрақтарыңызды қоя беруге болады. Ол кісі толықтай жауап береді сіздерге. Аха, рахмет сізге көп. Мектептің ғылыми жұмысына араласқаныңызға көп рахмет. Жақсы, сізге рахмет. Өздеріңіз байқағандай ауылдың қоқысын осылай шығарады. Ауылдың тұрғындары арнайы сұрыптау жасамай, бір қоқыс салғышта жинап береді.
Бұның өзі бұрынғыдан кез келген жерге шығару, көмуден, жағудан қарағанда осы дұрыс па деп ойлаймын. Сәлеметсе, бірнеше сұрақтарға жауап берсеңіз деген өтінішім бар. Бірінші сұрағым, тұрақты қоқыс қалдықтар жинаудың мақсаты неде? Қоқыс жинаудың негізгі мақсаты ол ауыл тазалығы. Халықтың күнделікті шығатын қоқысын уақытымен араға көп уақыт салмай біз соны жинап алып кетеміз. Бұл ең бастысы ауылдың тазалығына деген жанашырлықтар деп білемін. Екінші сұрағым, тұрғындар саналы түрде қоқыстарын жинауға келісімге отыра ма? Қанша үй келісімге отырды және де әр жинағанда қанша тонна қоқыс шығарылады? Қазіргі таңда Арайлы ауылынан 10-15% халық саналы түрде қоқыс шығаруға келісімге отырған. Және алдағы уақытта да біз үгіт-насихат шараларын жүргізіп жатырмыз, халықпен сөйлесіп жатырмыз, бізбен бірге жұмыс жасауға шақырып отырмыз. Әр шығарған кезде қоқыс әртүрлі, енді 4 тонна мүмкін, өйткені халықтың 4 тонна мысалы 10-15%-дан солай шығып отырғанның өзінде ол өте көп деп ойлаймын. Және халық полностью договорға отыратын болса, ол ауылдың тазалығына үлкен үлес қосқандары болып есептеймін. Үшінші сұрағым, тұрақты қоқыс қалдықтарының жалпы экологияға тигізетін кері әсері бар ма? Қоқыстың әлбетте кері әсері болады экологияға. Қазіргі кезде біз жалпылай жинап жатқанымызбен алдағы уақытта қарастырып жатырмыз. Оны бөліп жинауға, сортировкаға беруге, оның бәрі бізде қарастырылып жатыр. Сұхбатыңызға көп рахмет. Сау болыңыз. Мен қысқаша зерттеуінен кейін мында түйінге келдім. Әрбір тұрғын өзінің ауласын тазалығын ғана ойламау керек деп ойлаймын. Және де әрбір бала, мейлі ересек болсын, мейлі үлкен болсын, ол тазалық сақтау керектігін түсіну қажет. Және де таза жер ол тазаланған жер емес, шашылмаған жер екенін түсіну қажет деп есептеймін. Және де тұрақты қоқыс қалдықтарын өңделіп оларға екінші өмір берілетінін мен түсіндім. Әрбір адам өзінің санасына байланысты. Сол себепті әрбір адам өзіне жауап беру қажет. Қорытындылай келе, табиғатты аяласақ, табиғат ана да бізге қамқорлықпен қарайды. Менің халықты көркейтуге деген ұсыныстарым: халықты ақпараттандыру, экологиялық бастамалар, қоқыс контейнерлері және де мотивация беру. Мен ауылымның жылдан жылға көркейіп келе жатқанын байқаймын және де өз үлесімді қосқым келеді. Сіздермен болған проект жобасының қатысушысы Искак Салтанат.